Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің эфирімізді Туркестан сливки, розовая узбечка, Туркестан плитки и су. Алдыңғы біздің эфирімізді өте активны болған оқырманымыз Жолсай қызымызға Түркістан қаласына уже эфир біткеннен кейін ертесіне посылкасын салып жібердік. Бүгінде сол активны оқырманымызды таңдайтын күніміз. Кішкене мен видеоны араларын ұзақ етіп салып жүрмін. Шын айтсам өте ұялып жүрмін. Бірақтан да кейбір бағанағы АСМР түсіретін кісілерді қарап, басқа қыздардың видеоларын қарап отырсақ, бір күнде бір рет, либо екі рет, даже максимум 3 ретке дейін салады екен. Ал менде бір аптада бір, либо екі. Мен каждый видео түсірген сайын бірақ өзіме айтамын, жоқ, мен енді күнде түсіріп тұрам, жоқ, вообще не получается. И қайтып сол баяғы әуен, қол тимейді, анау сылтау. И солай, короче. Ал эфирімізді бастайық. Туркестан плитки.
Мен осы роза өзбечканы заказ бердім. Одан кейін уже 2 килограмм тосып қойған шығармын, эфирға түсірем дегенше. Ең майлысы осы. Тез вкус етіледі, тез откусывать етіледі, бірақтан да прям тістің бүкіліне жабысып, дәмдісі и майлысы осы. Одан кейінгісі Туркестан плитки и одан кейін Туркестан сливки. Так. Мен сөйлегеме прям мешает. Бірақтан да мен сіздерге айтар едім, бұл үшеуі де майлы болғандықтан қатты жемеңіздер. Тек азғантай мөлшерде, именно Туркестан плитки, сливки и осы өзбечканы азғантайдан жеу керек. Сразу оптым деген ол кішкене зияндау болады. Мел татты ма, глина татты ма деген кісілерге айтарым. Мелдің өзінің адамы болады, глинаның өзінің адамы болады. Мен негізі глинаны өте жақсы жейтінмін, жақсы көретін, бірақтан да глина жоқ болса, мел тоже жей беремін. Мел все-таки кішкене легкий болады. А глиналар өзінің составы бойынша жирный болғандықтан олар кішкене трудность туғызады. Бірақ менде ешқашан іш қату деген мәселе болған емес. Маған негізі көбінесе жақсы көмектесетін сүт пен шай. Келесі не, мелді қайдан алам, қайдан заказ берем. Қазір мен осы видеоның астына да және осы видеоға да сілтемесін қалдырамын. Осы Астана қаласында, Нұрсұлтан қаласында өте жақсы, прям мелдардың да, глиналардың да прям түрлері көп, бағалары да өте қол жетімді. 100 теңгеден басталады 100 граммы. И ең жақсы отборный дегендер 100 граммы 250 теңгеге дейін барады. Бірақтан да скидка сұрасаңыздар, басқа қалсаңыздар түсіріп береді, и бонусқа да жақсы глина мелдер салып береді. Бүгінгі өте активный оқырмандардың жеңімпазы, менің видеоларымды осы басынан бастап көріп келе жатқан кісі Жаудер Жанабек. Мен сізді құттықтаймын. Бұл кісі менің видеоларымды уже шығып, публикацияға түскеннен кейін уже сразу комментарий жазып, всегда жақсы тілектерін қалдырып отырады. Бірақтан да ешкім ренжи қоймас деп ойлаймын. Бұл кісі мені ең бірінші бастап келе жатқан кездегі ең бірінші жазушыларымның бірі. Жаудер Жанабек, егер осы видеоны көріп отырсаңыз, обратно связьға шығып, мекен жайыңызды, толық аты жөніңізді және индекс қалаңыздың индекс номерін жазып жіберсеңіз болды. Ертең мен сізге боксыңызды отправить етіп жіберемін. Барлықтарыңызға сәтті күн тілеймін. Сау саламат.